Fashion Guide бағдарламасынан көретіндеріңіз. Жартылай асыл тастардың көмегімен жарқыраған бейнені қалай жасауға болады? Ең әдемі сәнді әшекейді таңдаймыз. Уақыттан тыс сезімге, мінезге, қарым-қатынасқа құрылған көрме. Ирина Хабердің авторлық жобасы. Қайталанбас ерекше сәнді шоулардың таңғажайып адам сенгісіз энергетикасы. Ральф Лорен мен Карл Лагерфельд несімен таңғалдырды. Онлайн фэшн британ экономикасындағы және брендтер қызметіндегі жаңа технология. Сонымен қатар сән көкжиегіндегі жұлдызды жаңа есім. Азияның бірінші супермоделі кім болмақ? Қарыштап дамыған технология мен жасанды дүниелердің санына қарамастан, ақық, жақұт, анарта сияқты көздің жауын алатын тастар өзектілігі мен әдемілігін ешқашан жоймайды. Сан ғасырлар бұрын тіпті соңғы 10 жылдықта олар әртүрлі ұлттың және әр жастағы ханымдардың алқа, сырға, білезіктерін жарқырата түсті. Уақыт әшекейлердің үлгісін ғана өзгертті. Ең маңыздысын бүгін бізге стилист Татьяна Анизру мен дизайнер Татьяна Моисеева баяндайды. На самом деле украшения из натуральных камней. Шын мәнінде табиғи тастармен әрленген әшекейлер бұл тек осы маусымның тренді емес. Бұл бірнеше ғасырлық тарих. Ежелгі римдіктер мен гректер табиғи тастардан тұмар жасаған. Заманауи бұйымдардың бұрынғы әшекейлерден ерекшелігі. Үйлеспейтінді сәйкестендірумен ерекшеленеді. Ол сұранысқа ие әрі әдемі болып көрінеді. Очень интересно. Үйлесім үйреншікті болмаса да әсерлі көрінеді. Қазақстандық дизайнер Татьяна Моисеева бір алқада шілтерді, бірнеше тастың түрін металл элементтерімен былғары бауларды қолданған. Ну, например, вот в этом. Здесь есть друзы агата. Это агат необработанный, подкрашенный. Мысалы мынау друза ақық тасы бар. Бұл өңделмеген ақық, боялған хрусталь шынысы, гематит, тағып жүруге ыңғайлы, ерекше жабу. Оны әсемдік үшін жейдеген немесе көйлекке тағуға болады. Мұнда табиғи тастар орын үйлестірілген. Натуральные камни, металлофурнитура, также сочетание тканей. Еш өзгермейтін классика бұл әрине маржан тас, немесе оның жасанды түрі шел, табиғи металдан еш айырмасы жоқ. Ол қай заманда болмасын әйелдердің сүйікті әшекейі саналатын. Бұрындары оны классикалық көйлекке немесе жакетке таққан. Қазір оны танамоншақ сияқты кеудешемен, майкамен үйлестіруге болады. Мойынға тағылатын әшекейлердің пішіні туралы айтатын болсақ, жалпақ үлкен алқа болуы міндетті емес. Олар ұтымды нұсқалардың қатарына жатпайды. Более сейчас модно иметь у себя. Қазір осындай шынжыр тағу сәнге айналды. Олар өте жіңішке және ұштары әртүрлі болып келеді. Негізі шынжыр қай заманда болмасын сұранысқа ие аксессуар. Уникальный аксессуар, и мне кажется, что он был во все времена актуальным. Ал шынжырмен әсемделген табиғи тастар нағыз тренд. Шынжыр түріндегі сәнді түймелер, сақиналар, білезіктер кез келген нұсқада сіздің бейнеңізді аша түседі. Әйгілі Коко Шанель талғампаздар ғана бижутерия тағат деген болатын. Әлбетте аңызға айналған Коко ханымның сөзі қазірде маңызын жойған жоқ. Қазақстандық танымал актерлер, тележүргізушілер, дизайнерлер мен модельдер еліміздің үздік визажистінің фотожобасында. Жеке майкап мектебін ашқан өзіндік қолтаңбасы бар Ирина Хабер екінші рет авторлық Look Outside имидж көрмесін өткізді. Оның тақырыбы әртүрлі және ауқымы да кең. Уақытқа үнемі бағына бермейтін сезім, стиль, тарих күйлерінен сыр шертеді. Фотожобаның уақыттан тыс аталуының құпиясы да осында. Ирина мен оның стилистер тобы әрбір кейіпкерді өте сирек кездесетін және тосын бейнеде жасап келеді. Шын мәнінде ол кейіпкердің ішкі жан дүниесімен әркез сәйкес келе бермейді. Константин Горожанкин көпке дейін келісімін бермеді. Ол, Ира, сендер мені ібіліс жасайтындай соншалықты жаман адамын ба деп сұрады. Мысалы Санжар Мадиев соғыс құдайы өте агрессияшыл, Марс бейнесінде. Шындығында Санжар ондай адам емес. Ол байсалды, тек қана адамдарды әр қырынан көрсеткіміз келеді. Кейбір фотожұмыстар ескі кинофильмдердің тоқтап қалған кадрларын көзге елестетеді. Енді бірі фэшн түсірілім болып шыққан. Авторлардың басты мақсаты адамның уақытқа бағынбайтын сезімдерін көрсету. Вот сзади меня фотография.
Менің арт жағымда кішкентай үш қыздың суретілініп тұр. Бұл сенім, үміт және махаббат. Яғни әр ана үшін баласы сенім, үміт және махаббат болып саналады. Сондай-ақ олар біздің әрқайсымызды жақсы көреді, үміттенеді және сенеді. Алтын мен күміс бұл бағалы металдар тақырыбы. Олар жауынгерлер мен пайдалы қазбалардың тақырыбына жатады. Авторлар өмірдің негізгі құндылықтарына өзгеше көңіл аударуды жөн көрді. Көрме кезінде ұйымдастырушылар отандық дизайнерлердің жұмыстарына аукцион жариялады. Түскен қаржы қайырымдылық үшін жұмсалмақ. Толқытатын сезім мен шынайылық, өткінші сәттің шаттығы және бой сергітер самал жел. Осының барлығы сән. Міне тек осындай сезімдер нағыз сән шоуына өзектілікті және адам сенгісіз ғажайыптарды сыйлайды. Бүгін біз Fashion Guide бағдарламасымен бірге өткен сән апталықтарында орын алған ерекше екі фэшн көрсетілімді еске түсіруді ұсынамыз. Нью-Йоркте Ральф Лорен 4-ті форматында көрсетілім қойып, дүйім жұртты таң-тамаша қалдырды. Оның алғашқы полы Ральф Лорен атты әйелдерге арналған топтамасының ашылуында ешқандай модельдер болмады. Оның орнына түнгі саябақта голограммалар пайда болды. Виртуалды рәсім дизайнердің сүйікті мекені Нью-Йорктың орталық саябағында жасалды. 4 қабатты үйдің биіктігімен бірдей голографиялық манекеншілер өзеннің жағалауымен жүріп өтті. Ал мегаполистің бет бейнесіне айналған Бруклин көпірі, Хайлайн және тағы да басқа ғимараттар көрсетілімнің декорациясына айналды. Ең соңында голографиялық бейнеде дизайнердің өзі шықты. Осы сәтте ол өзінің би өнерінен кенде еместігін де көрсетіп қалды. Жаңа заманның рухын басқа қырынан көрсеткен сән әлемінің мэтрі Карл Лагерфельд. Оның Париж сән апталығындағы көрсетілімі күтпеген жерден митингке ұқсап кетті. Көтере Гранд Палай сарайын үлкен француз желік жолын айналдырды. 6 қабатты үйлер, тас төселген жолдар, гүлзарлар, тіпті шалшықтар, барлығы да Париждің бір ауданында тұрғандай әсер сыйлады. Бульвар Шанель көшесінде кульминациялық қарсылықтар көрсетілді. Қыздар подиумға әзіл шыны аралас ұрандар жазылған плакаттармен шықты. Шеру, Жизель Бунхен мен Кара Делевин сияқты итголстардың қатысуымен өтті. Карл Лагерфельд соғыспен емес, сәнмен айналысыңдар, және өзгенің емес өзіңнің стилистің бол деп ұрандап жүрген сән шеруін басқарды. Сәнге көбірек креативті идеялар және жаңа технологиялар. Мұндай бағыттағы жұмыстың басым бөлігі ағылшын брендтеріне тиесілі. Олардың барлығы компьютер мен интернет технологиялар үшін сәтті де тиімді екендіктерін көрсетуде. Мысалы, британдық ритейлер топшып өз кадрларымен Инстаграмда ғана бөлісіп қоймай, оларды тікелей эфир арқылы басқа да әлеуметтік желілерге орналастыруда. Инновация сөзі қазір бүкіл елдің аузында. Әуелі не істеу қажет екенін анықтайсың. Сосын модельді подиумға қоясың. Біз үшін демократияшыл бренд болу өте маңызды, сондықтан шоуды қолжетімді етіп жасаймыз. House of Holland тұтынушыларының подиумға жақындауына мүмкіндік берген бірден бір бренд. Шоу барысында шоперлерінің киімдерді өлшеп қарауына сандық аватар арқылы жағдай жасаған. Ол үшін 3D Meteos мамандармен бірлесе отырып жұмыс істеді. Burberry Luxe маркасы Twitter парақшасындағы сатып алу тетігі арқылы тұтынушыларына тырнаққа арналған бояуларды сатып алуға мүмкіндік берді. Адамдарға қол жетімділік керек, олар барлығын бірінші болып көргісі келеді. Меніңше бұл елдің бәріне көрсетуге болатын керемет шоу. Сондай-ақ әр адам мұны алғашқылардың бірі болып көргені үшін ләззат алады. Британ сән консулы барлық дизайнерлерді онлайн сатылымға шығарып халықаралық сауда-саттықты дамытпақ. Еңбек нәтижесіз емес. Қазір брендтердің 43% интернет сайттарды қолданады. Сайты пайдаланушылар саны былтырғы жылмен салыстырғанда 10% артқан. Ал Ұлыбританияда онлайн саудадан түсетін табыс көлемі 10 миллиард фунтқа жуық. Бірінші азиялық супермодель болу арманның шырқау шыңы. Шамасы бұл бойжеткеннің арманы толығымен жүзеге асатын секілді. Сән көкжиегінде модельдің жұлдызы әлі жарқыраған жоқ. Бірақ Burberry брендінің ашылуында Нилам Джил атты жаңа есім пайда болды. Ол Ұлыбританияда дүниеге келген үнді қызы. Нилам Burberryдің британ-азиялық тұңғыш моделіне айналды. Осыдан бір жыл бұрын үлкен талқылау болды. Сонда мен қойыңдар, мүмкіндік беріңдер. Ол бізге сәйкес келеді. Бастысы осы дегенмін. Бұл ерекшелігімізді ғана емес, біздің дәл осындай стильде жұмыс істейтінімізді көрсетеді. Нилам әлемді дүр сілкіндірген шынайы этникалық модельдердің бірегейі. Ол өткен жылы Burberry подиумында сынға түскен. Ал биыл Лондон мен Миландағы көрсетілімдерде жұлдызы жанды. Бұрын көптеген үнді модельдері өз отанында, үнді брендтеріне ғана жұмыс істейтін. Ал менің Burberry сияқты брендке қызмет етуім немесе Vogue журналына суретке түскенім сән әлемінде бөле жару жоқ екендігін білдіреді.
Қазір Ниламның жасы 19-да. Азиялық модельдің бойы 178 сантиметр. Жұмыс жөнінде ұсыныстар көптеп түсуде. Бір эксклюзиві атанғаннан кейін бойжеткен манекенші мансабында тоқтап қалмай, Азияның бірінші супермоделі атануды мақсат етіп қойған. Сәттілік тілейміз. Fashion Guide-пен бірге болып, стиль мен сән әлемінде жасалынатын қызықты саяхатты Қазақ ТВ арнасынан жіберіп алмаңыздар.